Сәлеметсіз бе, құрметті оқырман? Арнама қош келдіңіз. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. 2012 жылдың сәуір айының 29 жұлдызы. Шырт ұйқыда жатқанмын. Телефон шырылынан шошып ояндым. Ұйқымды аша алмай ақырын тұрып сағатқа қарасам, түнгі сағат 2-лер екен. Телефон тағы да шырылдай жөнелді. Үйдегілер оянып кетпесін деген оймен залда тұрған телефонға жүгіре жөнелдім. Телефон трубкасын көтердім. Ар жақтан таныс дауыс естілді. Айдана, мен ғой Жанар. Жанар, тыныштық па? Түн жарымда қоңырау шалғаның не деп дүрсе қоя бердім. Біраз үнсіз тұрған әпкем: Айдана, ренжімеші, бірақ мен жарты ай болды мазасызданып жүрмін. Көңіл күйім жоқ, ұйықтай алмаймын. Сен сенбессің, төсекке жатып басым жастыққа тисе болғаны, бөлмемнің есігінде бір қара бейнет тұрғандай болады. Менің бойымда бір түрлі қорқыныш үрей пайда болса да, әпкеме сездірмей: Жанар, қойшы, қайдағын айтпай. Шаршап жүрген шығарсың, жатып демалшы дедім. Әпкем ренжіп қалды ма, ар жақтан дыңылдаған дыбысқан естідім. Мен ақырын барып, пысылдап ұйықтап жатқан 1 жасар ұлымның қасына жаттым. Бірақ әпкеме не болды екен? Ауырып қалды ма? Әлде жездем екеуінің арасында қиындықтар туындады ма? Қара бейнесі несі деген ойлар мазалап таңымда әсер атқыздым. Ертеңіне таңертең енемде бірдеңе сезгендей таңғы ас үстінде: Айдана, Жанардың туған күніне бара алмадым. Ештен кеш жақсы деген, бүгін барып келейік. Құдаша маған ренжіп жүрген шығар деді. Әпкем 1 ай бұрын 40 жасқа толып, туған туыс дос жарандарына кішігірім той жасаған еді. Мен қуанып кеттім. Өйткені түндегі қоңырау мазалап, тыным таппай тұрғанмын. Өзімізде көлік жоқ, жолдасым шахтада заезде болған. Қайнағам такси тауып беріп, енем екеуміз балаларды салып алып, әпкемнің ауылына жол тарттық. Екі ауылдың арасы 2-ақ сағаттық жер. Мен әпкемді көруге асыққандықтан ба, білмеймін, жол бітпей-ақ қой. Әйтеуір жеттік-ау. Көліктен түсе айналама қарадым. Таңғалдым. Әпкем сондай ұқыпты, таза, ауласы да үйде жайнап мұнтаздай боп тұратын. Бірақ бүгін ауласы да үйде жиналмаған. Мен басқа біреудің үйіне кіргендей болдым. Үйдің атмосферасы да ауыл. Алдымыздан жүгіріп әпкемнің 5-ші сынып оқитын қызы шықты. Амандасып қауышқаннан кейін: Айдана нәне, мамам жұмыста, жай келеді деді. Ішімнен: бұнысы несі? Бағана қоңырау шалып ескертіп едім ғой деп ойладым. Бірақ ештеңе сездірмей балаларым мен енемді үйге кіргізіп жайғастырдым да әпкемнің жұмысына қоңырау шалдым. Жанар, сенікі жай ма? Мен саған ескерттім ғой. Неге үйіңде отырмайсың деп ренжідім. Ар жақтан әпкем: шай қойып, дастархан жасай бер. Менде жұмыс көп, жайырақ барамын деді де трубканы қоя салды. Әпкем кеш бата бірақ келді. Менің сол кезде байқағаным, әпкем адамның бетіне тіке қарамай, әңгімеге араласпай селқос отырды. Әттең, сол кезде мен оны түсінсем ғой. Сау бол айтысып, жолға шыққалы жатқанда, әпкем менің жаныма келіп: Айдана, бір түн менің жанымда болшы. Ертең жездең екеуміз өзіміз жеткізіп тастаймыз деп өтініш білдірді. Мен сол кеш балаларым мен әпкемнің жанында қалдым. Әпкем мені қатты жақсы көретін. Және де екеуміздің арамыз 8 жас болса да, кішкентайымнан барлық сарын маған ғана айтатын. Ортаншы әпкеме: айтпа, ол мамама бәрін айтып қояды деп отыратын. Кешке әпкем 2 баласымен мені дастарханға шақырды да: мені мұқият тыңдаңдар, сөзімді бөлмеңдер деп әңгімесін жылап бастады. Айдана, мен шаршадым, өмір сүргім келмейді. Маған бірдеңе болса, балаларым саған аманат. Ешкімге айтпа, саған ғана айта аламын. Мен бірдеңеге қатты қынжыламын деді. Өзі жылай берді. Мен жүрегім дірілдеп, бойымды үрей билесе де, өзімді сабырға келтіріп, жылап отырған әпкемді шапалақпен салып жіберді. Әпкем есін жиғандай, жылағанын лезде қойды. Мен әпкемді құшақтап, қиналып шешім таба алмай жүрген проблем бар ма?
барлық қиындық шешіледі. Жасырмай айтшы. Біз бір үйде ағалы бауырлы бесеуміз ғой. Көмектесеміз. Бәрі өткінші. Ертең-ақ бәрі ұмытылады. Балаларыңды ойла. Шошытпа. Көңілдеріне қаяу түсірме деп сабырға шақырдым. Әпкем біраз тынышталғандай болды. Бірақ көзіме тіке қарамады. 3 баламды тамақтандырып, ұйқыға жатқызғаннан кейін бөлмеге әпкем келіп, маған ұзақ қарап тұрды да, бүгін менің жаныма жатшы деді. Сол түні мен әпкемнің қасында жаттым. Әпкем кеудеме басын қойып мені қатты құшақтап жатты. Ертеңіне түс ауа жездем әпкем 2 баласын алып біздің ауылға жолға шықтық. Жол бойы әпкемнің көңілін аулайын деп сөзге тартып, бала кезіміздегі қызықты оқиғаларды айтсам да, ол үндемей, көзін жұмып, ұйықтаған кейіп танытып отыра берді. Біздің үйге жеткенде енем алдымыздан құшақ жая қарсы алды. Құдаша, сенің жақсы көретін бәлішің мен боршыңды пісіріп қойдым. Дәмдеп тұрып, әңгімелесіп отырып шай ішейік деді. Әпкем енемнің бәлішін қатты жақсы көретін. Құдағи, бұл әлемде сіздей бәліш пісіретін ешкім жоқ ау деп қалжыңдасып отыратын еді. Ал бүгін дастархан басында ләм деп ауыз ашпады. Жездемді 2 баламды да асықтырып үйден алып шықты. Шығарып салып тұрғанда мені қатты құшақтап тағы жылады. Бұның не жаныр? Саған не болған? Шамандық шақырма деп тағы да ұрыстым. Бұл 30 сәуір еді. 1 мамыр күні таңертең бірдеңе мазалап, өзімді жайсыз сезініп тұрдым. Әпкемді ойлай бердім. Мазам болмаған соң, қой, Жанардың жағдайын білейін деп телефонды алып қоңырау шалдым. Телефонды жездем алды. Жанар көршінің үйіне қарызымды берейін деп кетті. Қазір келіп қалар деді. Екеуміз біраз әңгімелестік. Біраздан кейін міне Жанар келді деп жездем трубканы әпкеме берді. Жанар, қалың қалай? Бәрі жақсы ма деп сұрай бастадым. Ол біраз мені тыңдап үндемей тұрды да, түк те жақсы емес. Маған ештеңе көмектеспейді. Түні бойы ұйықтай алмадым. Түсіме папам кірді. Сары қызым, мен сені қатты сағындым. Жүр екеуміз Алматыға барып қыдырып келейік деді де трубканы тастай салды. Бұнысы несі? Құдай-ай, не болды деп мен қайта-қайта қоңырау шалдым. Ешкім жауап бермеді. 2 сағаттан кейін телефон шырылдады. Жүрегім жаман бірдеңені сезгендей трубканы көтере алмай біраз уақыт тұрдым да қалдым. Иә, суық хабар шырыл екен. Мен әпкемнің дүниеден өткенін естідім. Өне бойым мұздап, көзім қарауытып, не болып жатқанын түсінбей кеттім. Сөйтіп бір сәтте әпкемнен айырылып қалдым. Әпкемнің дүниеден өткеніне тура 11 жыл болды. Мен әлі күнге дейін өкініш сезімі мазалайды. Ол менен зар елеп, жылап, жанына араша іздеп көмек сұраған екен ғой. Ол маған ғана сеніп, маған көмек береді деп қоңырау шалғанын сезбедім ғой. Мен әпкемнің жан дүниесінде болып жатқан өмір мен өлім арасындағы арпалыс пен күресті түсінбеген екенмін. Жанымда бол, кетпеші деген екен ғой. Ол өмірді қатты жақсы көретін. Бірақ неге өміріңді қидың деген сұрақ маған ұзақ жылдар бойы маза бермейді. Өкініш өзегімді өртейді. Әлі күнге дейін бірақ сұрақ көкірегімнен кетпейді. Бізге беймәлім тылсым әлем бары рас ау. Қорғанымыз тек дұғамыз бен иманымыз. Алла мұндай сынақты ешкімге бермесін. Жақындарымызды барында құрметтеп, жанын түсініп, қасынан табыла білейік.